Сәлеметсіздерме, құрметті оқырмандар. Бүгін мен сіздерге Ыбырай Алтынсариннің үлкен кісілерге арналған әңгімелерін оқып беремін. Мұңсыз адам. Бір патшаның ханымы ауру болып, жұрттан неше дәрігер жидырып, ем еткізсе де ешбір дауасы табылмады. Патша мұнан соң бақсы-балгерлерді жидырып жарлық айтты. Балдарыңызды ашып, осы ханымға не ем болатынын табыңыз. Егер таппасаңыз, бәріңізді де асып өлтіремін деді. Бақсы-балгерлер қорқып, сасып тұрғанда, ішінде біреу айтты: мен бұл аурудың емін таптым. Сол сөзбен мұны ханға алып келісті. Бұл балгер ханға айтты: дүниеде мұңсыз кісі тауып, соның көйлегімен қақтырсаңыз, бұл ауруға сол ем екен. Патша жер жүзіне жасауылдарын таратып, қанша іздетсе де мұңсыз адам табылмады. Біреуі бай, не бақты болса, баласы жоқ, екеуі де бар болса, не қатыны, не баласының мейірімі жоқ. Болмаса біреулерден көрген кемшілігі бар, болмаса не өзі, не қатын балалары сырқау, ең болмаса сол айтылғандардың бәрін Құдай берген болса, қанағат жоқ, болғаннан уайымы көп, тағы ілгерілік болмадым деп күдер үзіп, мұңсыз адам жоқ екен деп қойған кезде, бір күні патшаның баласы келе жатса, бір кедей адам даладағы бұзылған тамның түбіне келіп айтады: бүгін жұмысымды бітірдім, қарнымды тойдырдым, енді не уайымым бар, кел жатып ұйықтайын деп, тамның қасындағы жиынды шөптің үстіне жығылды да жатты. Бітегене болмай қорылдап ұйықтап та қалды. Патшазада мұны көріп, мұңсыз кісі таптым деп патшаға хабар берді. Патша қуанып, жасауылдарын жіберді. Ол мұңсызды алып келіңіз деп. Алып келген соң бұл адамға алтын күміс беріп, енді көйлегіңді бер деп қараса, мұңсыздың үстінде көйлегі де жоқ екен.